көп емшілерді кездестіремін ғой. Мен жаным ашиды. Бұны қазір мен ескерін айтып отырмын. Кезінде өзімде адам емдедім. Келгенде қабылдайсың. Кейде саған науқастың қандай қалде келіп отырғаны қызық емес, науқастың саған беретін мүмкіндіктеріне көзің түседі. Ол қазір көп емшілердің басты козыры десем болады. Яғни сен науқастың жазылып кетуіне емес, науқастан қанша ақша ала алам деген ниетпен жасайсың да. Оны бірақ это бессознательном уровне происходит. То есть ты это бессознательном уровне не понимаешь. Как будто ты правильно делаешь. Ты человеку желаешь, чтобы выздоровел, нормально болып кетсін, жақсы болып кетсін деген ниетпен әрине жасайсың. Бірақ сен түсініп тұрасың. Түбінде, түп санаңда ол науқасқа сенің көмегің тимейді. Ол болмайды. Оған обязательно қазір медициналық емдердің қажеттігін түсініп тұрасың. Бірақ сен жаңа адамға жоқ, сен емделесің деп айтасың да. Ол уже өтірік. Соңында ол нәтижесін ала алмағаннан кейін әрине реніш пайда болады. Сол себепті мен айтамын, 100% емшілердің ортасынан оның 90%-ы толықтай қасиетке ие емес адамдар. Шарлатанның ар жақ бер жақтары десем болады. Это опять же не определение. Қаршадайынан дертке дауа іздеген халықты қамшымен ұрып емдеп, ел назарына іліккен үкілі бала атанған Ерболсын Серікбаев бүгінде Мәскеуде тұрып жатыр. Қызылорда облысы Арал ауданының Аралқұм ауылында туып өскен ол, не себепті Қазақстаннан көшіп кеткенде ашық айтты. Ерболсынның сөзінше, Ресейде оған барынша қолдау көрсетілген. Халық ықыласын танытып, үйін тегін беріп, көлік мінгізіп, командасына да жағдай жасаған. Ал Қазақстанда мұндай қолдауды көрмегенін жасырмай жеткізді. Оның айтуынша, Ресейде ұйымдастырушылық жоғары деңгейде, адамдар уақытында келіп, емін үзбей алады. Ал біздің елде бір күні келеді, бір күні кешігеді, үшінші күні тойға кетіп қалады. Нәтижесінде ем үзіліп, соңында пайдасы болмады деген сөз тарайды. Қалай енді бір-екі рет келіп, уф-суфтен кейін неден шығады ғана джин бүйтіп, тілегін орында жіберетін. Сондай қылып көреді, бірақ ондай дүние ешқашан болмайды. Емшілік салада мен бір түсінгенім, біздерде білімімізді арттырмасақ, дамытпасақ, бір сала бойынша жұмыс жасамасақ, біздің 100 емдеген адамымыздан да ешқайсынан да нәтиже болмайды. Өйткені неге? Біз фундаментальны білімді алмағаннан кейін өзіміздің саламызды түсінбейміз. Мен көбінесе көмектескен пациенттерім ол аутистер, ЗПР, задержка психоразвития, задержка речевого развития, кислородное голодание, у кого проблема кислородное голодание, то есть шейный позвоноктармен защемление болған балалар, то есть травмамен туылған балалар, суы бар балалар басындағы, зрение деген сияқты солар өте көп келді. Өзім соқырмын, бірақ көзі көрмейтін адамдарға көп көмектестім аяқта. Қазіргі емшілер жайлы да пікір білдірді. Оның айтуынша, бүгінде өзін шипагермін деп жүргендердің көбі нағыз емші емес, халықтың сенімін пайдаланып жүргендер. Кейде адамды емдеп отырғанда, науқастың жағдайынан бұрын, оның саған деген сенімі басты күшке айналады. Өкінішке қарай, көп емшілердің бүгінгі ең басты құралы сол сенім дейді ол. Яғни кейбір емшілер науқастың сауығуын емес, одан қанша ақша табатынын ойлайды. Бастапқыда адам өзін жақсы сезінгенімен, уақыт өте келе дертінен толық айықпай, қайтадан медицинаға жүгінуге мәжбүр болады. Ал ол кезде емшіге бардым, пайдасын көрмедім деген өкініш қалады. Ерболсынның айтуынша, емшілердің 90%-ы шынайы қасиетке ие емес. Олардан адамды құртатын екі нәрсе ғана бар. Біріншісі ақ, екіншісі ақша. Қысқасы, үкілі бала атанған Ерболсын Серікбаев қазіргі замандағы емшілердің көбі халықтың сенімін пайдаланып жүргенін ашық айтып отыр. Қорытындылай келе, Ерболсын Серікбаев жас болса да өмірден талай сабақ алған, халыққа ой салар әңгімелер айтатын жан. Ол өзінің емшілік жолындағы қиындықтар мен шынайы байқаған тұстарын ашық жеткізді. Емшілердің көпшілігі халықтың сенімін пайдаланып жүр деген сөзі қоғам үшін үлкен ескерту. Бүгінгі таңда адамдардың денсаулығы да, уақыты да, қаржысы да қымбат. Сондықтан әрбірімізге ем іздегенде ойланып, дұрыс таңдау жасау маңызды. Ерболсынның өзі айтқандай, шынайы шипа адал ниетте, тазалықта және сенім мен еңбектің бірлігінде. Яғни үкілі баланың әңгімесінен шығатын түйін өмірге жеңіл қарамау, шынайылықтан айнымау және ең бастысы адамдықты жоғалтпау.